Сәлем баршаңызға. Бүгін дәл осындай тез дайын болатын, үш қана заттан тұратын, өте дәмді болып шығатын пончиктердің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге бар болғаны бір жұмыртқа, ұн және сгущенка қажет болады. Бір жұмыртқаны алдымен жарып, оған сгущенканы құйып жақсылап араластырып аламын. Қажетті заттардың мөлшерін төмендегі описаниеден қарасаңыздар болады. Осылай шай қасықтың ұшымен тұз салып араластырып аламын. Енді оның үстіне ұнды салып, бір шай қасық қопсытқышты қосып, барлығын қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламын. Енді қамырды қолдың көмегімен илейтін боламын. Оның барлығын бірден салмай осылай бөліп салатын боламын. Міне пончиктердің қамыры дайын. Енді оны 15 минуттай тындырып қоямын. Тынған қамырды дәл осылай кішкентай бөліп алып, одан енді пончиктер жасайтын болам, яғни осылай барлығын дөңгелетіп шығамын. Пончиктерді дәл осындай көлемде дөңгелетіп шығамын. Міне барлық қамырдан осылай дөңгелетіп пончиктер дайындап алдым. Енді оны қызып тұрған сұйық майда қуыратын боламын. Пончиктерді баяу отта қуыру қажет. Себебі қатты қызған майда ол тез қызарып, аралары піспей қалуы мүмкін. Пончиктердің барлығы біркелкі қызару үшін осылай араластырып отыру қажет. Міне менің пончиктерім әдемі болып қызарып пісті. Енді бұларды сүзіп алып, қалған пончиктерді де дәл осылай қуыратын боламын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, төменге пікір қалдырып, тіркелуді де ұмытпаңыздар. Менің пончиктерім дайын. Арасы дәл осылай толық пісіп шығатын болады. Менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.